Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен қамырдың ашытылу рецептімен бөлісетін боламын. Кез келген лепешка, булочка, пирожки, бауырсақ пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды және 2 ас қасық қаймағымызды қосамыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Одан кейін қантымызды және аштығымызды саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Егер де пісірген тағамдарыңыздың тәтті болған қаласаңыздар, онда қантын көптеу қосуларыңызға болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Содан кейін ұнымызды қосатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алып қосыңыздар, сол кезде қамырларыңыз жақсы көтерілетін болады. Және пісірген тағамдарыңыздың қамыры өте үлпілдек әрі жұмсақ болып тұратын болады. Неге осылай жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды аз-аздан шетінен қоса отырып, өте қатты болып кетпеуі керек қамырымыз. Аз-аздан қолға жабысып тұрғаны да дұрыс. Қамырларыңыз қолға өте қатты жабысып тұрса, онда аз-аздап ұн сеуге болады. Тек қамырларыңыз қатты болып кетпесін. Қамырды осылай ұзағырақ илесеңіздер, оның иілуі қанып, арасында түйіршіктер болмайды. Және осылай үстелдің үстіне де қойып, 10 минуттай илеп алсаңыздар, қамырларыңыз өте жақсы көтерілетін болады. Неге қамырымызды илеп болдық, енді үстіне аздап сұйық майды құйып, бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын, жақсылап көтерілді. Енді осы қамырмен кез келген өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пирожки болсын, булочка, лепешка немесе пицца да пісірсеңіздер болады. Бұл қамыр, яғни бізде универсальный дрожжевой тесто. Кез келген тағамдарыңызды пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецепті қолданып көріңіздер. Бауырсақта пісірсеңіздер болады. Және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.